Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Дүниетану пәні. Тақырыбы табиғат және менің қауіпсіздігім. Оқу мақсаты табиғатта болатын қауіпті жағдайлардан тәртіпті сақтаудың сақтық ережелерін құрауды үйренесің. Біздің қоршаған орта жан жануарлар, өсімдіктер, өзендер, көлдер, таулар, жер, күн, ай, жұлдыз және басқа да аспан денелері, сонымен қатар табиғи құбылыстар, жауынның жауғаны, найзағайдың ойнағаны, желдің соққаны, бәрі табиғатты құрайды. Демек, табиғаттың да жаны бар, ол да дем алады. Өмір адамға берілген баға жетпес қымбат сый. Өмір сүру құқығы барлық адамға бірдей беріледі, бірақ оны мәнді, мағыналы және бақытты қылып өткізу әр адамның өзіне байланысты. Алайда біз алдымызда не күтіп тұрғанын, қандай қауіпті жағдайлар боларын білмейміз. Қай заманда да адам өз өміріне төнген түрлі қауіптермен, мысалы табиғат, түрлі ауру індеттер және басқа да қауіптермен аман алып қалу мақсаттарымен күресіп келген. Ұлы суретшілер табиғаттың сұрапыл күшін таңдана, тамсана отырып, өздеріне шығармаларына дүлей апаттарды керемет бейнеленген. Төменгі суреттерде түрлі төтенше жағдайлар бейнеленген. Суретке назар аударсақ балалар, әртүрлі төтенше жағдайлардың суретін көре аламыз. Кітабымызды ашып қарасақ та болады балалар. Төтенше жағдай дегеніміз көптеген адамдарға қатер төндіретін қауіп. Қандай төтенше жағдай болмасын, мысалы өрттің шығуы, селдің жүруі, жер сілкінісі орын алуы кезінде тек қана сол адамдардың көмегімен жүгінеміз. Олар құтқарушылар деп аталады. Құтқарушылар дегеніміз арнайы білім алған, түрлі дайындықтан өткен, төтенше оқиға орын алған жерде адамдарға көмек көрсетуге арналған барлық қажетті құралдармен жабдықталған құтқару қызметінің адамдары. Кез келген жағдайда құтқарушылар көмекке бірінші болып келеді. Олар басқа мамандықтарды атап айтсақ, дәрігер, барлық санатты бар жүргізуші, өрт сөндіруші, сүңгіру, альпинист, кинолог, механик, газ, электр дәнекерлеушілер дағдыларын үйренген бойына жинаған әмбебап мамандар. Құтқарушылар үнемі дайындық жағдайында отыратын және қандай да бір жазатайым оқиғаларға байланысты дабыл қағылса, жедел түрде қимылдап көмекке ұмтылады. Егер адам денсаулығына, өміріне қауіп төндіретін жағдайларға кезігіп жатсаңдар, дереу құтқару қызметінің бірегей 112 нөмеріне қоңырау шалу қажеттілігі жеткілікті. Қоңырау шалғаннан соң білікті маман бірнеше секундтың ішінде көмекке кімді жіберу керек екенін анықтайды. Сонымен қалса, құтқарушылар өз жұмысын қалай атқарады дер кезінде көмек көрсете алды ма деген мәселелерге бақылау жүргізеді. Төтенше жағдайға тап болған адамдардың өздеріне қалай ұстау керек деп ойлайсыңдар балалар. Сурет бойынша жер сілкінісі кезінде өзіңді қалай ұстау керектігі жайлы түсіндіру. Жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер. Жер сілкінісі кезінде қауіпсіз жерлер, биік ағаштардан, биік ғимараттардан аулақ болу керек далада жүрген кезде. Жер сілкінісі кезінде үйдің ішінде қауіпсіз жерлер босаға, есік жақтауы және ішкі бұрыштар. Жер сілкінісі кезінде қауіпсіз де жерлер болады балалар. Терезенің маңайы, алды, лифт және жер сілкінісі болған кезде шам жағуға болмайды. Жер сілкінісі дегеніміз жер асты дүмпу күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуі. Бұл апат түрлі барлық адам біледі десек те болады. Бәлкім кейбіреулер оның куәсі да болуы мүмкін. Еліміздің оңтүстігінде орналасқан биік таулар аймағы қауіпті аймақ болып табылады. Мұнда жер сілкінісі жиі қайталанып тұрады. Осындай табиғат апатыны жақындап келе жатқан халыққа алдын ала ескерту үшін сейсмология институты және технологияларды пайдалану арқылы күнделікті жер асты дүмпуін зерттеп отырады. Жер сілкінісінің адам өміріне тигізетін зардабы мол. Апат кезінде үлкен ғимараттар қирауы, өрт шығуы мүмкін. Біздің тұрып жатқан үйлеріміздің материалы әртүрлі. Сондықтан да олар жер сілкінісіне әрқилы дәрежеде болуы мүмкін. Ағаштан, бөренеден тұрғызылған үйлерде қауіпсіз болып табылады. Кірпіштен және
панельден салынған үйлердің бірікті құрылысты материалдары мен пайдалану жағдайларына байланысты болады. Әйнектелген ғимараттар жер асты дүмпуі болса, әйнек сынықтарынан сынып шашылуы өте қауіпті. Ол жағдайда сыртта тұрған адамдарға да қатер төндіреді. Балалар, суретке мұқият қарайық. Суретте бейнеленген табиғат атауын жазайық. Бұл табиғат апатының туындауына не себеп болды? Аталған табиғат атауының салдары қандай? Апат кезінде қалай әрекет ету керек? Осыған байланысты екі ереже құрастырып, дәптерімізге жазып алайық. Адам өміріне қауіп төндіретін апат түрлерін жаз. Қауіпті төтенше жағдайда өзіңді қалай ұстар едің? Үйге тапсырма. 74-75 бет оқып келеміз. Сабақ аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңдар балалар.